Қазақстан 2030 және 2060 жылдарға дейін өзінің климаттық мақсаттарын айқындады. Біз жаһандық жылынуға қарсы күреске қосқан үлесіміз туралы және парниктік газдар шығарындыларын азайтып, 2060 жылға қарай нөлге жеткізетінімізді мәлімдедік. Қандай салаларда парниктік газдар шығарындыларын азайту қажет? Бірінші кезекте энергетикада, тасымал құралдарында, өнеркәсіпте және қалдықтарды басқаруда. Бұл ретте парниктік газдарды ормандармен сіңіру көлемінің ұлғаюына жәрдемдесу. Біздің әрекетсіздігіміз климаттың өзгеруіне, температураның көтерілуіне, құрғақ климатқа және апаттарға әкеп соқтырғаны анық. Жаңа шындыққа дайындалып, бейімделу маңызды. Қандай салаларда өзгерістерге бейімделу керек? Қазақстан ауыл, су және орман шаруашылықтарын, сондай-ақ төтенше жағдайларды басқарудан бастау маңызды екенін анықтады. Үкімет климаттық мақсаттарға бұрын әзірленген жоспарлар негізінде қол жеткізуге болатынын мәлімдейді. Жеке бағыттар бойынша жоспарлар түсінікті. Мысалы, жаңартылатын энергия көздерін отын жағудың орнына дамыту, ормандар мен орман екпелерінің ауданын ұлғайту. Біз парниктік газдар шығарындыларының көлемін азайту жөніндегі жеке өңірлер, қалалар, ауылдар мен қоғамдастықтар қалай қатысатынын әлі анықтаған жоқпыз. Біздің YouTube арнасына жазылыңыз. Келесі видеода біз климаттық әрекеттеріміз бен осы салада Қазақстанда не істелініп жатқаны туралы ақпаратты талқылаймыз.